Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз процент. Процентке қарапайым есептер, олар 5-ші сыныптан басталады. Жалпы процент дегеніміз не? Оны сіздер күнделікті өмірде естіп, қолданып жүрсіздер, яғни қандай да бір жоспардың орындалуы, заттың бағасының өсуі немесе кемуі, оқушылардың үлгерімдері және мына супермаркеттерде мысалға түрлі жеңілдіктер, осылардың бәрінде біз проценттерді қолданамыз. Енді процент дегеніміз не? Жалпы процент ол 1% дегеніміз 100-ден 1 бөлік. Яғни процент латынның сөзінен шыққан, яғни бұл жерде аудармасы 100-ден немесе 100-ге дегенді білдіреді екен. Яғни 1% дегеніміз ол 100-ден 1 бөлік. 1%-ті мысалға біз жай бөлшек түрінде жазатын болсақ, оны біз 100-ден 1 деп жазамыз. Ал егер 1%-ті ондық бөлшек түрінде жазатын болсақ, 0,100-ден 1 болады. Енді осы процентке бөлшекпен немесе натурал санмен жазуға болады екен. Яғни процентті бөлшекпен немесе натурал санмен жазу үшін процент белгісі алдындағы процент санын 100-ге бөлу керек. Мысалға 7%-ті санға айналдыр десе, яғни жай бөлшекке айналдыр, немесе ондық бөлшекке айналдыру керек болса, яғни процент санға айналдыратын болсақ, онда біз сол процентті 100-ге бөледі екенбіз. Мысалға мына жерде көрсетілген 7% дегеніміз ол 100-ден 7, 300% дегеніміз ол 300-ді 100-ге бөлеміз, сонда 3 шығады. Тағы да қандай мысал келтіруге болады? Мысалға 5% дегеніміз, қараңыздар, 5% дегеніміз ол 5 бөлінген 100 деген сөз. Бұл жерде 5 пен 100 қысқарады. 5-ті 5-ге бөлем 1, 100-ді 5-ге бөлемін 20. Сонда 20-дан 1 екен. Немесе, бұл қазір бізде жай бөлшек түрінде жазылды. Егер ондық бөлшек түрінде жазатын болсақ, онда бізде қысқартудың қажеті жоқ. 100-ден 5 дегеніміз 0,100-ден 5 болып жазылады екен. Жақсы. Енді, егер бізге бөлшекті немесе натурал санды процентпен жазу керек болса, онда біз ол санды 100-ге көбейтіп, сосын барып процент белгісін тіркеп жазады екенбіз. Мысалға 0,4 деген санды бізге процентке айналдыру керек болса, онда біз 0,4-ті не істейміз? 100-ге көбейтеміз, сосын процент белгісін қасына тіркеп жазамыз. Сонда 0,4-ті 100-ге көбейтеміз, 40 болады. 40% деген сөз. Ал егерде 0,100-ден 25 болсын. Осы 0,100-ден 25 деген санымызды пайызға айналдырайық. Ол кезде не істейміз? 0,100-ден 25-ті көбейтеміз 100-ге, тең болады 25% деген сөз. Енді сіздерге келесідей оқулықтан алынған есептерді шығарып көрейік. Мысалға, қараңыздар, проценттерді ондық бөлшекпен жазыңыздар деді. Процентті ондық бөлшекпен жазыңыздар. Қазір сіздерге салыстыруға ыңғайлы болу үшін ондық бөлшекпен де, жай бөлшекпен де жазып көрейік. Мысалға қарайық, мен бұлай 2-ге бөліп қояйын. Біріншісі ондық бөлшек түрінде жазыңдар дейік. Және жай бөлшекпен жазайық дейік. Енді 1% дегеніміз, жаңа біз осының алдында айттық, егер проценттерді біз санға айналдырып жазуымыз керек болса, яғни процентті бөлшекпен немесе натурал санмен жазу үшін процент белгісі алдындағы санға біз не істейміз? 100-ге бөлеміз дедік. Процент белгісінің алдындағы сан ол 1. Демек, 1/100 деген сөз. Енді ондық бөлшекпен жаз дегеннен кейін бізге әрине ыңғайлысы бөлшекпен жазған ыңғайлы болады.
Сонда 100-ден 1. Ондық бөлшекпен жазсақ, осы күйінше, жай бөлшекпен жазсақ, осы күйінше қалдыруға болатын еді, бірақ біз бұл жерді ондыққа жазып жатырмыз. Яғни қараңыздар, 100-ден 1 деген сөз 0,100-ден 1, яғни бүтін бөлігі жоқ бұның. Бүтін бөлігі жоқ болғандықтан 0 деп жазылады. Бүтін бөлік дегеніміз аралас сандарды жазған кезде біз өткен болатынбыз, иә? Ол біздің мына жай бөлшектің алдында тұрған, бүтін бөлікте тұрған натурал сан болу керек еді. Енді 0,100-ден 1 бұл ондық бөлшек түрінде жазылған түрі. Ал егер оны жай бөлшек түрінде жазатын болсам, 100-ден 1 болады, болды екен. 25% дейік. 25% ондық бөлшек түрінде жазатын болсам, 25 бөлу 100 болады, яғни 100-ден 25 ол 0,100-ден 25 болып қалады. Ондық бөлшек түрінде жазатын болсақ. Ал жай бөлшек түрінде жазатын болсақ, 25% бұл бізде 100-ден 25, бірақ бұл қысқартылатын бөлшек шығып тұр, екеуі де 25-ке бөлінеді, 25-25-ке бөлсем 1, 100-ді 25-ке бөлсем 4, жауабы 4-ден 1 екен. Келесі тағы бір есепті көрейік, 120% дейді. 120%. 120%. Бұны біз бөлшекпен жазу үшін 100-ге бөлеміз. 120-ны 100-ге бөлетін болса, 1 қазір мен аралас сан түрінде жазып тұрмын, 1,100-ден 20. Демек, бұл деген сөз 1,2 деген сөз, е? Өйткені соңында тұрған 0-дер қысқарып кетеді. Енді осы санымызды жай бөлшек түрінде жазатын болсақ, 120% тең 100-ден 120. Бөлшекті қысқартып жіберейін. Яғни, бөлшектің алымы да бөлімі де бірдей санға бөлінеді. 20-ға, алымын 20-ға бөлсем 6, бөлімін 20-ға бөлсем 5. 5-тен 6 шықты. Бұл бізде 1,5-тен 1 деген сөз. Міне, осылай ондық бөлшек түрінде, жай бөлшек түрінде жазсаңыздар болады. Сіздерге түсінікті болу үшін мен екі үлгісінде көрсеттім. Ондық бөлшекпен қалай жазу керек, жай бөлшекпен қалай жазу керек екен. Енді қараңыздар, екінші есепті өздеріңіз шығарып көріңіздер. Енді біз бөлшектерді процентпен жазуымыз керек. Бөлшекті немесе натурал санды біз процентпен жазу үшін оны жай ғана 100-ге көбейте саламыз. Болды. Сосын процент белгісін тіркеп жазамыз. Қараңыздар, 100-ден 9. 100-ден 9. Осы 100-ден 9 деген санды процентпен жазу үшін тағыда айтамын, жай ғана 100-ге көбейтіп, қасына процент белгісін тіркеп жазамыз. Болды. 100-ден 9 тең 100-ден 9-ды 100%-ке көбейтемін. 100 бен 100 қысқарады, 9% шығады екен. 100 бен 100 не үшін қысқарды? Өйткені жай бөлшекпен мен қазір натурал санды көбейтіп отырмын, е? Жай бөлшекпен натурал санды көбейткен кезде, қараңыздар, 100-ден 9-ның өзін жазып, 100 бөлімінде 1 бар деп есептейміз. Сонда 9 бен 100 көбейтіледі, 100 бен 1 көбейтіледі. Ал егер сіздерде қысқартылатын бөлшек шығатын болса, онда қысқартып барып ары қарай көбейтеміз деген сөз. Енді 10-нан 1. 10-нан 1-ді процент түрінде жазайық. 10-нан 1 көбейту 100% тең. 10 мен 100 қысқарады, 1, 10. Жауабы 10% екен. Келесі бізде 10-нан 3 дейік. Көбейту 100 тең. Тағы да қысқарады 10. Қалған алымында тұрғандарды көбейтеміз 30% екен. Енді қараңыздар.
Келесі бізде ондық бөлшекпен берілсе, оларды қалай пайызға айналдырамыз? Ондық бөлшекпен берілсе де, тура оны мына натурал сан, бөлшек сияқты 100-ге көбейтіп, процент белгісін тіркеп жаза саламыз, болды. Мысалға 0,1. Бұны айналдыру үшін 0,1-ді көбейтеміз 100-ге. Тең. 0,1-ді 100%-ға көбейтсек, бізде не шығады? Бізде 10% шығады екен. Келесі. 0,8. Яғни 0,8-ді көбейтеміз 100%-ға тең. Міне үтірден кейін 2 сан тұр, және бізде 100-дің артында 2 0 бар. Қалай көбейту керек екен, есімізге түсірейік. Ондық бөлшектерді көбейткен кезде 100-ге, 1000-ға, немесе бөлген кезде біз үтірдің қалай жылжитынын білеміз. Егер бізде 100-ге көбейтетін болсақ, 0,8-ді 100-ге көбейтетін болсақ, міне 100-8 деп тұр, демек біз үтірден құтылады екенбіз бұл жерде. Сонда 2 орынға үтір жылжиды, 8% болады екен. Немесе бұны көбейтудің тағы бір оңай жолы бар. Яғни 0,8 дегеніңіз, ол қалай оқылып тұр, солай жазамыз. Мысалға 0,8-ді жай бөлшек түрінде жазатын болсақ, 100-8 болады. Осыны көбейтеміз 100-ге, сонда 100-бен 100 қысқарады. Жауабы 8 болады. Міне қалған есептерді өздеріңіз шығарып көріңіздер. Түсінген есептеріңізді соған қарап отырып, қалған есептерді шығаруды ұсынамын. Егер сұрақтарыңыз болса, осында жаза кетіңіздер. Каналға тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздердің әр жазған комментарийлеріңіз, ол біздер үшін өте маңызды. Біз сол сұрақтар бойынша ары қарай бірге жұмыс жасайтын боламыз. Жақсы, рахмет, сау болыңыздар.